Кайырлы күн, сіздермен бірге Ләззат. Бүгін тары қосылған пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен тарымызға ыстық сүтімізді құйып, 20-25 минутқа бұқтырып алатын боламыз. Келесі кезекте қамырымызды дайындап алатын боламыз. Қамырымызға бөлме температурасындағы майымызды қосып, толықтай араластырып алғаннан кейін бір жұмыртқамызды қосып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Бізде осындай жұмсақ қамыр пайда болады. Қамырымызды тындырып алғаннан кейін формамызға тегістеп салып алатын боламыз. Салмасын дайындап алатын боламыз. Салмасына қаймақ және де қойытылған сүтімізді қосып, бір келкі қылып араластырып аламыз. Жұмыртқаларымызды қосып, міндетті түрде бір келкі болғанынша толықтай араластыратын боламыз. Ендігі кезекте қантымыз бен крахмалымызды қосып, қайтадан толықтай бір келкі масса болғанша араластырып шығамыз. Тарымызды сүттен толықтай сорғытып алып, барып қосатын боламыз. Дайын болған салмамызды қамырымызға салып, пешімізде 180 градуста 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің кереметтей пирогымыз дайын болды. Сәл суытып алғаннан кейін формамыздан шешіп, шайға ұсынатын боламыз. Иісі керемет және де дәмі де өте ерекше жұмсақ пирогты дайындауға барлықтарыңызға кеңес беремін. Сіздермен болған Ләззат, күнделікті рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ас болсын.